Елдос пен Аяжан не істеп жатыр екен? Тыңдап көрейік. Бұл жолы олар кедергі болмауы керек. Сәлем, Елдос. Не істеп жатырсың? Ой, сәлем. Ойыншық сарбаздарымды таппай жатырмын. Қайда кеткен? Жоғалтып алдың ба? Жоқ, жоғалтқан жоқпын. Мына ит сарбаздарымды бір жаққа апарып тастаған шығар. Босқа жазғырма. Қайда қойғаныңды ұмытып қалған шығарсың. Жоқ, ұмытқан жоқпын. Осы бір жерге апарып тастаған. Иттің қатысы жоқ. Өзің бір жерге қойғансың ғой. Енді қайда кетеді? Ит бір жаққа апарып тастағанда. Сәлем, достар. Аяжан, Елдос. Сәлем, Бо, қалайсың? Нихау, Бо. Көрмегелі көп айдың жүзі болды. Қалайсыңдар? Не істеп жатырсыңдар? Елдос сарбаздарын іздеп сабылып жатыр. Қайда қойғанын білмейді. Күнделікті әдетіне басып, итті жазғырып жатыр. Жазғырып жатқан жоқпын. Ол бір жерге апарып тастамаса қайда кетеді? Мына жақта Қытайда сарбаздар жасағы табылды. Балшықтан жасалған. Ой, не деген керемет. Сонда қандай? Қыдырып келсеңдерші, сол кезде көресіңдер. Жақсы, барамыз. Я, қазір жетеміз. Тамаша. Ой, аналарда Қытайға келе жатыр. Енді қайттік. Оларды күтіп алып, алдап жіберейік. Өзгерткішті әкелші. Міне, дұрыс болды. Енді Қытайға бара беруге болады. Сәлем, Елдос, Аяжан. Сәлем, Бо. Бо, шынымен жасақ табылды ма? Тұтас жасақ деуге келмейді. Бір-екі сарбаз табылған. Қызығатын ештеңесі жоқ. Одан да Қытай қорғанына барсаңдаршы. Нағыз қызық сол жақта. Өзіңше, бізбен бірге бармайсың ба? Жоқ, уақытым жоқ. Қолым тимей жатыр. Көріскенше. Қызық екен. Жаңа ғана саздан жасалған сарбаздарды көрсетем деп еді. Енді Қытай қорғанына барыңдар дейді. Шынында да бір түрлі. Сонда да саздан жасалған сарбаздарды көріп қайтайықшы. Ой, не деген керемет. Соғысып ойнайық. Соғысқаны несі? Тезірек ұрлап әкету керек. Елдос пен Аяжанды алдап жібердің ғой. Енді олар бұл жаққа келмейді. Ойнап алайықшы. Олар ақымақ емес. Тездетейік. Қашан келесіңдер? Жаңа ғана жасақ көрейікші деп жатыр едіңдер ғой. Ой, түк түсінсем бұйырмасын. Өзің емес пе жаңа Қытай қорғанына жіберген? Бұл жақта ешқандай жасақ жоқ. Бір-екі сарбаз ғана дегенің қайда? Қайдағы? Мұнда 8.000 сарбаз бен аттың мүсіні бар. Керемет. Түсінікті болды. Ана ұрылар оның кейпіне еніп, бізді сан соқтырған ғой. Жасақты көрмесін деп әдейі істеген. Тез арада сол жаққа бару керек. Бо, қазбалардың қасынан кездесерміз. Жақсы.
Ей, тездет! Қуып жетпей тұрғанда үлгірек. Жолға тосқауылдар құрып тастайын. Қанша дегенмен. Сәлем, достар. Жасақтың жайы не болып жатыр екен? Көріп қайтайық. Міне, алдап соқты деген осы. Дымын қалдырмай алып кетіпті ғой. Қап, өттеген ой. Енді қайттық. Ұрыларды қалай құрықтаймыз? Ақтөс көмектеседі. Бізге түс. Ақтөс ренжіп тұрған сияқты. Ренжімегенде ше, сарбаздарымды бір жаққа апарып тастаған ғой деп. Елдос оны әбден жазғырып болды. Кешір, сені бекер жазғырған екем. Бұған сенің қатысың жоқ. Ұрылардың ізіне түсті. Тамаша. Тездетейік, жасақты орнына қайтарамыз. Қосеке, тапсырманы ойдағыдай орындадық. Мықтымыз ғой, ә? Күні бұрын ісіп кеппей тұра тұрыңдар. Алдымен жасақты қолыма кеп беріңдерші. Қарақшылар, сарбаздарды қайтарыңдар. Қолға түстіңдер ме? Әзірше түсе қойған жоқпыз. Тосқауылдарымыздан қалай өтер екенсіңдер? Қолға түстіңдер ме? Бубу, қане, мыналарды аяма. Мен білем не істейтінімді. Алақай! Рахмет сендерге, Елдос, Аяжан. Саған да рахмет, Ақтөс. Оқасы жоқ. Көмегіміз тигенде өзіміз де ризамыз. Не деген көп? Керемет екен. Бұл сарбаздар ойнауға келмейді. Тұлпарлары да керемет екен. Е, әр тұлпар 200 келі тартады. Әр мүсін қолдан жасалған. Әр қайсысының өңтесі, кескін келбеті бөлек. Не деген тамаша. Түркілер тас мүсіндерін жерге көмбеген. Керісінше, оларды биігірек жерлерге, төбелерге орнатқан. Керемет! Шынында да нағыз сарбаздар екен. Өз көзімен көрер ме еді? Қыдырып келсеңші, міндетті түрде кел. Қазақстанда елітіп әкетер қызық дүние көп. Я, қыдырып кел. Рахмет, міндетті түрде келем. Келесі кездескенше, достар.
елдос, диванның астында не істеп жатырсың? Таптым. Ойнап болған соң диванның астына қалдырып кетіп едім. Енді есіме түсті. Өзің ұмытып тастап кеттің бе? Кейін ақтөсімізді босқа жазғырдың ғой. Ай, елдос-ай. Я, мұным дұрыс болмады. Ақтөс, кешірші. Ендігәрі қайталамаймын. Тамаша, енді сарбаздармен ойнайық. Ақтөс сардар болсын.